Bir ойыншының орта жасы 22 дейді. 11 ойыншының орташа жасы. Мен бұлай жазып қойын. Арифметикалық ортасы бізде 22 екен. Қанша адамның? Жақшаның ішіне жазып қоям. 11 адамның. 11 адамның. Енді ойын кезінде бір ойыншы ойыннан шығып қалғаннан кейін қалған ойыншылардың орташа жасы 21 болды. Енді мен былай жасайыншы. Мынау бірінші жағдай болсын, басындағы 11 адамның арифметикалық ортасы. Келесі бізде екінші жағдайда қандай болды дейді? 21 болды дейді. Бірақ ол кезде 10 адам алған. Сонымен бізге табу керек X. Шығып кеткен адам. Шығып кеткен адам. Барлығы дегеніміз, мысалы сыныпта қандай Айгүл, Гүлжан, Самат болсын, Ерік болсын, Берік болсын, Серік болсын, ошын барлығы 11 адамның қосындысын барлығы деп алайық. 11 адамның жастарының қосындысы барлығы болсын. Сол барлығын қосқаннан кейін 11 адамға бөлетін болсаң, тең болады екен қаншаға? 22-ге. Өз арифметикалық орта деген не еді? Мысалы қараңыздар, 5, 4, 6 деген сандардың арифметикалық ортасын тап десе, мен есемін барлығын қосамын. И санына бөлем, санына бөлем, 3-ке бөлем. Тура сол сияқты бұл жерде барлығы дегеніміз мына қосынды болып тұр. Мен қазірше білмеймін барлығы қанша екендігін. Ал оны мен біліп алуыма болады. Қалай? Бұлай жазам. Барлығы менде 11 мен 22-нің көбейтіндісіне тең. Себебі 11-ді мен көбейту қылып өткізем. Так, 22-ні 11-ге өтсек, бізде 242 бол керек. Шатаспасам, 242. Все. Сонда бастапқыда 11 адамның қосындысы 242 болған. Түсіндік қой, осыны біз түртіп алайық. Мынау бізде бірінші жағдай. Енді келесі, екінші жағдайда 10 ғана адам қалған, ол кезде орташа жас 21. Біз екінші жағдайды былай шығарайық. Қалғаны дейікші. Қалғаны бөлеміз 10 адамға. Тең болады бізде 21-ге. Дәл осындай жаздым, бірақ қалғаны бізде. Сонымен қалғаны табайықшы. Q тең 210 болады. Бұл екеуі көбейтіледі. Себебі бөлшек бөліп тұрса, көбейту болып өтеді. Сонымен бізде барлығы басында 242 болды, бірақ бір адам шығып кеткеннен кейін 210 ғана қалып қойды. Сол қалған адам табу үшін не істейміз? Мысалы, Серік деген адам шығып кетсін. Серіктің жасын табу үшін мен бастапқы барлығының қосындысынан азайтамын, соңғы барлығының қосындысын. 210-ды азайтамын, тең болады бізде 32 деген жас.